Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат қымбатты мына видеоны көруші жан. Дәл осы видеоны көру арқылы сіз әскери баспана бағдарламасын банкке бармай, өзге кеңестерді алмай 90%-ын білетін боласыздар. Өте керемет ақпаратты алатын боласыздар. Ақпарат өте оңай, 12 жасар баланың тілінде жеңіл жеткізілген. Енді қымбатты достар, тағы айта кететін жайт, бұл видео сіздерге пайдалы болса, үлкен өтініш өздерің әріптестеріңізге, достарыңызға группада таратсаңыздар, лайк бассаңыздар, комментарий жазсаңыздар, және де менің группама үлкен өтініш подписаться етсеңіздер. Енді қараңыздар достар, әскери баспананың жалпы негізгі талаптары. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, әскери баспананың мен әп-әдемі жасылмен жазып қойдым. Жасыл деген бізде жақсылықтың белгісі. Сондықтан тағы да сізге үлкен сәттілік тілеймін. Әскери баспананың негізгі талаптары кімдер қатыса алады? МО, яғни Министерство обороны, КНБ, Служба государственной охраны, одан кейін қазір антикор және де МВД қосылу барысында. Енді жалпы бұл видеоны сіз кейінгі жылдар көретін болсаңыздар, мүмкін сіздер уже қосылып қойған шығарсыздар. Мына антикор және МВД қалай сіздер үш тарапты шартқа, үш тарапты келісімге қол қоясыздар, содан бастап сіздер шартқа кіретін боласыздар. Міндетті түрде әскери баспанаға қатысушы жанында тұрғын үй төлемдерін алушы болу қажет. Және де отбасы банкпен міндетті түрде сіздерде арнайы спецшот ашылып, трехсторонный договор, трехсторонный соглашение дейді, соған қол қойылып тұру қажет. Әскери баспананың негізгі шарттары, яғни екі шарт бар бізде. Біріншісі 15% бастапқы жарна, 8% бен алдын ала займ болып алынғандықтан, жалпы алдын ала займ деген не екенін білгіңіз келсе, осы мен YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Алдын ала займ ретінде берілгендіктен бұл жерде 3,5%-ға дейін төмендеумен. Максималды қарыз сомасы 50 миллион, бірақ дәл қазір мен түсіріп отқан күні 45 миллион деген ақпарат бар. Бірақ осы келесі болатын әскери баспаналарда, яғни бұйыртса осы 17-ші мамыр күні қабылданатын әскери баспанада біз 50 миллионға дейін соманың көтерілетінін күтіп отырмыз. Екіншісі, бұл жерде сіз яғни бірден келіп банкқа 50%-ін құясыздар, 6% бен аласыздар. Бұл жерде сіздерде яғни несиелік сома 100 миллион теңгеге дейін болады. Прописка керек емес, Қазақстанның кез қаласынан сіздер әскери баспана бойынша, әскери бағдарламасы бойынша өздеріңізге баспана алсаңыздар болады. Атыңызда үй болмау, яғни мен атымда үй бар, мен әскери баспанамен үй алам ба деген жандарға келесі жауап. Жақсылап мен тыңдап алыңыздар. Мысалға, Мақсат дейік. Мысал, Мақсат әскери қызметкер. Мақсат Тараз қаласында тұрады. Мақсаттың Тараз қаласында өзінің атында рәсімделген үйі бар. Ипотекасыз рәсімделген өзінің үйі бар. Яғни менің Тараз қаласында үйім болғандықтан маған өзіміздің ведомство, өзіміздің яғни мекеме маған тұрғын үй төлемдерін төлемейді ғой, жыл выплатаны, дұрыс па? Не үшін төлейді, егер мен үйім бар болса? Ал егер мені Астанаға, яғни Нұр-Сұлтанға, Алматыға, өзге қалаға командировать етіп жіберетін болса, ол жақта мен үйім жоқ қой, дұрыс па? Яғни мен ол жаққа барғаннан кейін баспанаға мұқтаж жан боламын, сондықтан маған тұрғын үй төлемдері беріледі. Яғни мен Таразда үйім бола тұра, басқа қалаға мені командировать етсе, мен сол қалада тұрғын үй төлемдерін алып, сол қаладан өзіме осы әскери баспана бойынша ипотекаға үй рәсімдесем болады. Енді жалпы тұрғын үй төлемдерінің қандай артықшылықтары бар? Ең біріншіден оған арест қойылмайды. Егер де сіз, мысалы айттық қой бағана, отбасы банкынан арнайы шот ашасыздар деп, сіздің тұрғын үй төлемдеріңіз сол арнайы шотқа түсіп отырады. Егер сіз сол арнайы шоттағы ақшаны отбасы банкындағы депозитіңізге аударамыз десеңіздер, қандай артықшылықтары бар? Біріншіден, сіз отбасы банкі беріп отыратын 2% вознаграждениені аласыздар. Екіншіден, жыл сайын мемлекет тарапынан беріліп отыратын 20% госпремияны аласыздар. Қандай керемет, яғни сіздер егер өздеріңіздің тұрғын үй төлемдеріңізді жай ғана спецшотқа аударып, одан кейін баспана алуға қолданам деп жүре берсеңіздер, ол ешқандай табыссыз жатады. Тұрғын үй төлемі түседі, болды. А егер сіз ол тұрғын үй төлеміңізді арнайы шоттан депозитке аударып отыратын болсаңыз, онда сіз 2% отбасы банкынан аласыз, 20% мемлекет тарапынан берілетін госпремияны аласыз. Енді тұрғын үй төлемдер екіге бөлінеді. Ағымдағы және де бір жолға.
ағымдағы, яғни сіз жұмыс жасап отырсыз, оны үй алуға, арендаға төлеуге, ипотека бойынша немесе бағана мен атап өткендей депозитіңізге аударып қойсаңыз болады. Бір жолғы деген, яғни әскери қызметкер қаза болған жағдайда бір жолғы беріледі. Қызмет барысында жарақат алу, жай ғана жарақат емес, яғни еңбекке жарамсыз болып қалса, немесе зейнет жасына келіп жұмыстан кетсе, мынау сіздің жиналған сомаңыз деп сол кісіні өзіне береді. Бірақ бұл жерде увольнение саналмайды. Яғни жұмыстан кеттің, маған жинап бере салады екен деп. Жоқ, достар. Енді қараңыздар. Әскери баспана бағдарламасы бойынша сіздер бірінші нарықтан, екінші нарық, первичка, вторичка ғой. Одан жеке үй, частный дом, договор долевого участия, яғни мысалы, договор долевого участия дегеніміз не? Үй соғылып отыр, мысалы, котлован немесе екінші, үшінші этаж соғылып отыр. Кез келген соғылып отқан үйді көресіп, мен әскери баспанамен алам деуге болмайды, достар. Міндетті түрде ол үйде ФГЖС-тің гарантиясы болу керек. ФГЖС-тің гарантиясы не деген білгіңіз келсе, мен YouTube каналымда арнайы видео бар, соны көріңіз. ФГЖС-тің гарантиясы болу керек, немесе өзіңіз таңдаған үйге равноценный залог беруіңіз керек. Мысалы, алатын үйіңіз 20 миллион болса, сіз 20 миллион құны бар, өзіңіз қосымша тағы да бір пәтерді беруіңіз қажет болады. Ремонт ипотекасымен, мысалы, мына жазып қойдым, көрдіңіздер ме? Құр ремонт жоқ деп, мысалы, ипотека с последующим ремонтом деп отады да. Сіз мысалы өзіңіз үйде тұрып отырсыз, осы үйге ремонт жасап алайыншы деп, әскери баспана бойынша ипотека аламайсыз. Сіз аласыз ипотека с последующим ремонтом. Одан кейін үй соғуға плюс жер алуға деп қойдым, қосымша бірге. Одан кейін әскери баспана бойынша қалай табысты растаймыз? Негізі үлкен өтініш, достар. Пайдалы ақпарат көп айтылып отыр. Егер түсінбей жатсаңыздар, басынан көріңіздер. Өте маңызды, қолдарыңызға ручка мен қағаз алып алыңыздар. Табысты қалай растаймыз? Жалақымен немесе тұрғын үй төлемдерімен растаймыз. Екі түрі бар. Оның бәрін қазір түсіндіріп өтемін. Табыс жетпесе, әскери баспана бойынша сіз 2 соземшік тарта аласыз. Енді бағана айтып өттім ғой. Жалақымен немесе тұрғын үй төлемдерімен растауға болады деп. Табысты көрсетпей, яғни өзіңіздің жалақыңызды көрсетпей, қалай сіз әскери баспана бойынша ипотека алсаңыз болады. Біріншісі, мысалы, енді бұл өте ауқымды тақырып, қосымша бір видео түсірем негізінде. Қазақстан Республикасының әр ауданда әр түрлі тұрғын үй төлемдері төленеді. Бұл видеоны мен де қазір Қазақстан аймағынан көріп отырсыздар, Мысалы, сіздің ауданда басқаша төленеді, келесі көріп отқан ауданда басқаша төленеді дегендей. Мен өзім қазір Нұр-Сұлтандамын, сондықтан мына жерге үлкен өтініш Нұр-Сұлтанды жаза берейін. Бірақ сіз өзіңіздің ауданыңыздың тұрғын үй төлемдеріңізбен санаңыз. Нұр-Сұлтан қаласында 2021 жылға тұрғын үй төлемдері 56.016 теңге. Ол өзгеріп отырады, достар, ол өзгеріп отырады. Келесі жыл, мысалы, 2022 жыл бұдан жоғары болады дегендей. Мынау 2021 жылға актуалды сан, 2022-де көріп отырсаңыз, онда өзіңіздің сомаңызды жазып көрсете беріңіз. Енді Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тұрғын үй төлемі 56.016. Мысалы, отбасы дейік, әйел күйеуі 3 баласы бар. Тұрғын үй төлемдерін алады. 56.016 көбейтілген 5-ке 280.080. Міне. Егер алып отырған ипотекасы бойынша төлем 280.080-нен аспаса, яғни 280.080-ге дейін болса, тұрғын үй төлемдеріне дейін болса, ол кісілер табыс растамайды. Тек қана бұл жерде жалақы жөнінде айтылып отқан жоқ, бұл жерде тек қана тұрғын үй төлемдері жөнінде айтылып отыр. Егер төлейтін төлемдері тұрғын үй төлемінен жоғары болса, тұрғын үй төлемдері қосымша өзінің жалақысын көрсетеді. Мысалы, мен жерде жазып қойдым, төлем 300 мың, яғни 5 адамнан тұратын отбасы, бұл жерде яғни тұрғын үй төлемдерінен ай сайынғы төлем көп болып кетті, плюс ЗП деп қойдым. Тұрғын үй төлемдер плюс ЗП-ны бұл кісілер көрсетеді. Енді одан кейін тағы да бір кісілер сұрап отыр, табыс көрсетпеген жағдайда біз қандай сомаға рассчитывать ете аламыз құр тұрғын үй төлемдерімен депші. Лимит, ипотека бойынша лимит, формула келесідей. Тұрғын үй төлемдері көбейтілген 103-те 4-ке тең лимит бір адамға шығады. Мысалы, біз Астана бойынша есептеп отырмыз, 5 адамнан тұратын отбасына 56.016 көбейту 103 тең 5.792.054. Енді қараңыздар, 56.016 көбейтілген 5 адамға көбейтілген 103-те 4-ке 28.960.272. Яғни сіз зарплатаңыз көрсетпей, тек қана тұрғын үй төлемдерімен 28.960.272-ке аласыз. Егер отбасыда сіздер 5 адамға тұрғын үй төлемдерін алатын болсаңыздар.
Осы сомадан асатын болса, бағана айттым ғой мен сіздерге 50 миллионға дейін деп, ала аласыздар 50 миллионға дейін. Просто ол жағдайда сіздер өздеріңіздің қосымша табыстарыңызды көрсететін боласыздар. Қосымша әскери баспана бағдарламасынан бөлек сіздер осы программаларға қатыса аласыздар. Нұрлы жер шаңырақ, одан кейін тұрғын үй займын алсаңыздар болады. Ол жөнінде де менде каналымда видео бар. Одан тағы да бір-екі ответ на вопрос жасап жіберейік. Көп жандар бағанағы инстаграмға жазып отады, мені Мақсатпен деп. Инстаграм декретте отыр, военнослужащий әйел қалай, яғни ипотека алады әскери баспанаға, өзінің жылғы платасын көрсетеді. Бұл кісі де бағана атап өттік, ол кісіде табыс жоқ қой. Яғни мына лимитті бір оқып алыңыздар, бір түсініп шығыңыздар. В рамках этого лимита ол кісі жылғы платасын көрсетіп, табысын растайтын болады. Ұялы телефонмен 17 мамырда басталатын әскери баспанаға өтінім бере аламыз ба? Жоқ, бере алмайсыздар. Міндетті түрде сіздерге компьютер қажет болады. Басқа банкта шот ашып әскери баспанаға қатысуға бола ма? Жоқ, қатыса алмайсыздар, себебі бұл әскери баспана бағдарламасы бойынша беріліп отқан лимит отбасы банкының өз ақшасы. Өтінім берді қай ауданды таңдаған жөн. Мен сіздерге бағана айттым ғой, өздеріңіздің бір қалада тұрасыздар, басқа қалада жұмыс жасап жүрсіздер. Яғни несие бойынша қай ауданда өтінім беріп отырсыздар, сол қаланы таңдаңыздар. Пәтер тауып табыс растауға 2 ай уақыт беріледі. Бағанағыда ЕПВ мәселесі қазір актуальны болып отыр ғой. Бұны бастапқы жарна ретінде қолдансақ бола ма? Иә, болады. СМС күтудің ешқандай қажеті жоқ. Просрочка болса, оны жауып справка алып келесіздер. Мысалы, кейбір кісілер жазып отады, мен историям жаман, не істеймін деп. Жабыңыздар да просто справка алып келіңіздер. Өтінімді қаяқтан береміз? HSBK KZ сайтынан беретін боласыздар. Қосымша мен бұйыртса осы видеодан кейін қосымша тағы да бір видео салам. Ол жерде біз толықтай бағанадай қалай өтінім беру қажеті жөнінде инструкция түсінеміз. Ал қымбатты достар, енді жалпы бүкіл барша сәттерге шынымды айтсам тоқталып шықтым деп ойлаймын. Мейлінше енді жеткізе алғанымша жеткіздім. Бірақ өте пайдалы болды деп ойлаймын. Мына ақпаратта сіздер жасыратын ештеңе жоқ. 90% ақпаратты жай ғана бір видеомен көріп алдыңыздар. Міндетті түрде өздеріңіздің кімге баспаналы болуын тілейсіз, сол кісіге менің осы YouTube каналыма ссылкасын жіберіңіздер, группаларға таратыңыздар. Көбінесе бұл видеоны енді қазір әскери қызметкерлер көріп отыр деп ойлаймын. Группаларға жіберіңіздер, бағанағы застава, тағы да басқасы бар. Бәріне жіберіңіздер, лайк басыңыздар видеоны, коммент қойыңыздар. Үлкен өтініш, шынымды айтып отыр. Маған сіздердің менің каналыма жазылғандарыңыз өте маңызды. Сондықтан осы видео сізге бір 10%-ға болсын пайдалы болса, подписацияны басыңыздаршы. Сіздерге сәттілік, әр қазақстандық баспаналы болсын. Мақсатпен мақсатқа.